Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыз тақырыбы сырымды арқылы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. Зерттеу сұрағы сырымды арқылы кіші жүз қазақтардың қандай құқықтарын қорғауды көздеді деген зерттеу сұрағына тоқталамыз. Оқу мақсаты халықтың отаршылдық қарсы ұлт-азаттық күресінің себептері мен салдарын анықтаймыз. Бұл сабақ бізге екі тақырыпқа берілген. Бірінші сабағын бүгін өтеміз. Енді білім ілем платформасы бойынша біз бейнебаян тамашалаймыз. Бейнебаянды тамашалаған кезде зейін қойып тыңдаймыз және бейнебаяндағы бүгінгі өтетін тақырып бойынша тарихи тұлғалар, даталарды түртіп алу стратегиясы бойынша жазып отырамыз. Сырым датұлы кім? Көтерілістің себептері қандай? Зерттеушілер сырым датұлы жөнінде не жазды? Көтерілістің тарихи маңызы қандай? Осы сұрақтарға жауап берейік. Сырым датұлы кім? Сырым датұлы қазақ тарихында ерекше орын алатын тұлға. Ол тек қазақ даласына ғана емес, сол кездегі қазақ даласымен көршілес өзбек, қырғыз, түрікмен елдерімен түркі тілдес халықтарға аты шыққан тарихи тұлға. Қазақтарды енді ғана бодандыққа ала бастаған ресейліктер қазақтың сырым батыры жайлы хабарға ерекше мән беріп отырған. Сырым датұлы қорғаған кіші жүз қазақтарының құқықтары. Ең алғашқы төменгі әкімшілік басқару құрылымы Париж коммунасы 1789-1794 деп саналып келсе, сырым датұлы одан 4 жыл бұрын қазақ даласында халықтың өзін-өзі басқаруының негізін қалады. Ең алғаш рет қазақ даласындағы хандық басқарудың орнына кіші жүз аумағында халықтың өзін-өзі басқару түрі халық жиналысын енгізді. Халық жиналысына көшуге патшалық Ресейді көндіріп, отар болған қазақ даласында алғаш рет Ресей заңына емес, қазақтардың ата-бабасынан қалған ережелеріне бағынатын әкімшілік аймақ құрды. Осы заңның арқасында мылтықпен қаруланған Орал казактарының қазақ ауылдарына шабуыл жасап, малын айдап әкетуіне тосқауыл қойды. Қазақтар Жайық өзенінің жағалауына қоныстануға мүмкіндік алды. Көтерілістің себептері қандай? Біріншіден, шекара шебінің ішкі жағына уақытша өткен қазақтарға қойылатын талаптар қатая түсті. Екіншіден, Орал казак әскерлері тарапынан қазақ даласындағы әскери іздестірулер тоқтатылмады. Үшіншіден, Нұралы ханның және оның төңірегіндегілердің беделі жыл сайын төмендей берді. Ол бірте-бірте патша өкіметінің қолындағы қолшоқпарға айналды. Зерттеушілер сырым датұлы жөнінде не жазды? Михаил Дяткиннің сырым туралы зерттеуінде туған елі сырымның жанқиялық ерлігін, кемеңгерлігін, шешендігін ерекше қастерлеген. Оның ел ішіндегі дау-дамайға жасаған әділ төрелігі турасында халық жадында көптеген аңыздар сақталған. Яков Кобелковский сырым датұлы өзінің байлығымен де, халық алдындағы беделімен де ханнан жоғары тұрды деп батырды ерекше сипаттаған. Көтерілістің тарихи маңызы қандай? 14 жылға созылған бұл азаттық күрес отан тарихында аса маңызды оқиғалардың бірі болды. Күрес Ресей патшалығының араласуымен кіші жүздегі хан билігінің әлсіздігін анық көрсетті. Ел басқару ісіне бірқатар әкімшілік өзгерістер әкелді. Ұлт-азаттық көтерілістің ерекшелігіне тоқталатын болсақ, қазақ жеріндегі ең ұзаққа 14 жылға созылған отарлық езгіге қарсы көтеріліс болды. Патша өкіметін қазақтармен санасуға мәжбүр етті. Патша өкіметі қазақ руларына Жайықтың оң жағасына өтуге, мал жаюға рұқсат етті. Бейнебаян тыңдап болдық. Балалар, енді кітаптан ашамыз. Кітапта 19-20 бетте 19-20 параграфты ашамыз. Сырым датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. Осы кітап қолдану арқылы, жаңа бейнебаян көру арқылы тапсырма беріледі. Бірінші топқа тапсырма, екі сұрақ көтерілістің шығу себептері мен қозғаушы күштері. Екінші сұрақ сырым датұлы кіші жүз қазақтарының қандай құқықтарын қорғауды көздеді. Екінші топқа барон Егестромның реформасы кіші жүзді хан биліктің жою әрекеті қандай нәтижесін берді. Екінші сұрақ ұлт-азаттық көтерілістің жеңілу себептері мен тарихи маңызы. Дескрипторлар көтерілістің
қозғалыс күштіктерін сипаттайды. Сырымды арқылы кіші жүз қазақтардың қандай құқықтарын қорғауды көздеген анықтайды. Барам Егистромның реформалары кіші жүзге хан билігін жою әрекетін қандай нәтижеге түсінеді. Ұлт-азаттық көтерілістің жеңілу себептері мен маңызы, тарихи маңызын сипаттайды. Тез жаза аламыз. 3 минут уақыт беріледі. Плакатқа маркермен жазып, топтан спикер тағайындап қорғаймыз. Хаким қатысамыз. Ерке жаза қатысамыз. Тез жазамыз. Кітаптан да қолданамыз, кітаптан да мағлұмат аламыз. Әдемілеп қатесіз жазамыз. Кемседе тез жазамыз. Қатысамыз сабаққа. Ерке жазып жазсын. Уақытқа қарай тезірек жазамыз.
Қай топылар қол шапалақтаймыз. Бірінші топ болды. Екінші топ тез болды. Мына аламыз салымнан қорғайды. Артаға. Тыңдаймыз. Тыңдаймыз. Ол аяқтаймыз. Орал қазақ әскерлері тарапынан дала төсіндегі әскери іздестірулер тоқталмады. Олар қатты патша үкіметінің қолшапқарларына айналды. Ханның отбасыларындағы мал жайылымдары өз пайдаларына қарай ала бастады. Шекараның шебінен уақытша асқан қазақтардың талаптары қатаңдай болды. Егер де олар қателігін мойындамаса, оларды жазалаған болады. Рахмет. Бірінші топты бағалаймыз, екінші топ. 1-ден 10-ға дейін санмен бағалаймыз. Қолымызбен көрсетеміз. 1-ден 10 балға дейін қолымызбен көрсетеміз. Көтеріп, кеше қоямыз. 10 қойды. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі топ. Тез шығарамыз, қорғаймыз. Біріншіден, барон егерістерінің реформасы неге іске аспай болды? Себебі хан мен сұлтандар старшындарды қабылдамады, олардың өзге де талаптары болды және олар реформаны іске асырмады. Сол үшін ол іске аспай қабылданбай қалды. Және кіші жүздің жою үшін істелінген себептер. 1822 жылы Орынбор басшысы Эссен Ресей астанасына Орынбор қазақтарының жарғысын жіберді. Бірақ бұл реформаны 1824 жылы бірінші Александр бекітті. Бұл кезде оларда сұлтандар арасында алауыздық болды. Хан билігіне таласу, шабуылдар жиі қайталана берді. Екіншіден, ұлт-азаттық көтерілістің басталу себебі, жеңілу себебі патша үкіметіне сұлтандармен қарсы күреске шыққандықтан патша үкіметі мен сұлтандардың билігі мықты болды. Адам саны аз болды, руаралық шиеленістер көбейді. Старшындар билікке қарсы шықпаймыз деп сұлтандарға қарсы шығудан бас тартты. Өйткені сұлтандар олардан мықты болды. Яғни неше жылға соғыс болып келсе, неше жылға соғыс болды? 14 жылға соғыс. Дұрыс, молодец, жарайсың. Екінші топты бағалаймыз, бірінші топ. 1-ден 10-ға дейін бағалаймыз. 10-ға дейін бағалаймыз. Аружан, не себептен қойдың? Себебі олар не үшін жеңілгенін және сол бүкіл себептерді толықтай айтып жатыр. Жарайсың. Рахмет. Келесі тапсырма, жүктік тапсырма орындаймыз 2-де.